Ресейлік мүсінші сәулетші әрі суретші Маргарита Ващенконың қызы шешесінің қазақтың әйгілі бір туар ақыны Сара Тастанбековаға қатысты салған суреттерін елімізге табыс етті. Қазақстанда салынып ұзақ жылдар Мәскеуде сақталып келген бірегей туындылар туралы тілшіміз Дана Нұржан баяндайды. Бірнеше ай күткен кездесуде келіп жетті. Гелия Тимофеева жанұялық мұрағаттың бір бөлігін беру үшін қонақтарын қарсы алып жатыр. Бұл жерде Гелия Алексеевнаның анасы, суретші әрі мүсінші Маргарита Ващенконың түрлі бояумен салған туындылары мен сызба нұсқаларын және шағын мүсіндерді көре аласыз. 60 жылдары ол Талдықорған облысының бас сәулетшісі болған кісі. Сол кездері қазақ жеріндегі көптеген танымал тұлғалардың суреттерін салған. Оның ішінде ақын Сараның бейнесі де бар. Маргарита Ващенконың 60 жылдары салған ақын Сараның портреті міне осы. Суретші бұл бейнені ақын Сараның ең жақын деген туысқандарының естеліктеріне сүйеніп жазған. Суретшінің қызы осы құнды туындыларды көзінің қарашығындай сақтап келіпті. Очень ей понравилась легенда о Саре. Оған Сара туралы аңыз қатты ұнады. Содан ақын туралы терең білгісі келіп, оның туыс жұрағатын іздейді. Бастапқыда ақын әулетінің ұрпағын салады. Ал шешем 2005 жылы дүниеден озған соң артында қалған мұралардың құнды екенін біліп сіздермен хабарластым. Өйткені мен де мәңгілік емеспін ғой. Келесі жылы қазақ қызының туғанына 140 жыл толады. Оның жерлестері Сараның туып өскен аймағы Қазақстанның қасиетті географиясына енетініне үмітті. Ващенко Маргарита Маркияновнаның еңбегін біз үлкен бір сый құрмет ретінде алып кетіп бара жатырмыз. Ертеңгі күні мәңгілік елдің иелері өскелең ұрпаққа бұл үлкен мұра болайын деп тұр. Ақын Сараның туған жері де, өскен жері де және айтысқан жері де бір аймақта, бір елде 9 жолдың торабында тұр. Сондықтан сол жаңағы бүгінгі тұрған кесенесінің аймағы түгелдей 9 құмалағы айтысы, Біржан мен Сараның айтысқан жерінің жаңағы осы киелі Қазақстанның аймағына айналса деген соған бір үмітіміз бар. Бұл жаңағы қазақ халқының айтысының мақтанышы. Ақын Сараның мақтанышының ең басты жетістігі ол Ақын Сара өзінің талантыменен өзінің әлеуметтік теңсіздігін көрсетіп, қоғамдағы жеңіп, өзінің бостандығын алған. Онан кейін ел жұрты Біржан Сарадан жеңілмегеннен кейін оған өзіне еркіндік берген. Осы біздің тарихымыз дамыса, еліміз өркендесе, өскелең ұрпақтың рухы биік, әрқашанда мәртебесі асқақ бола бермек. Енді ақын Сараға қатысты жинақ Алматы облысына қарасты Ақсу ауданының Қапал ауылындағы мұражайда сақталады. Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24.